Бәріңе сәлем достар, қалайсыздар? Достар, барлықтарыңыздан ең бірінші кешірім сұраймын, себебі өзімнің бір себептермен байланысты көптен бері каналымызда видео шықпай кетті. Бір аптадай болып қалды видео шықпағанына. Ол үшін сіздерден әрине кешірім сұраймын. Ал енді каналымызға ең бірінші келіп жатқан көрермендеріміз болса, ол кісілерге айтып кетемін. Бұл каналда біз интернетте қалай ақша табуға болатынын үйренетін боламыз. Сондықтан да достар, лайк, подписка аямаңыздар, колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сонымен достар, біз бұл видеода мен сіздерге жаңа проектті айтпаймын, бірақ та қуанта кететін жай, көп адамдар сенбеуі мүмкін, бұл сайттар төлемейді ақша, осындай деген сияқты. Достар, бұл сайттар барлығы ақша төлейтінін сіздерге мен қазір дәлел ретінде шығарып көрсететін боламын көздеріңізше. Сондықтан да алыстамаңыздар достар. Сонымен қараңыздар достар, бұл жерде ең бірінші сайт білесіздер, Webflix деген сайт. Бұл сайт туралы көп өзі арнайы видео шыққан. Жоғарыда подсказкадан шығатын болады. Сол видеоға өтіп толық көріңіздер. Сол жерде, сол видеода барлық айтылған, қалай регистрация жасау керек, қалай жасау керек, қалай ақша табу керектігін барлығын сол видеода айтылған. Сондықтан да мұқият соңына дейін көріп, мен қалай жасадым, солай жасауды ұмытпаңыздар. Ал енді достар, мен сіздерге қазір бұл жерде көрсетейін, қалай ақша шығару керектігін ғана көрсетейін. Себебі ролик ұзақ кетпеу керек, және бұл роликте барлық мен ақша табатын проектілердің бәрінен ақша сіздерге шығарып көздеріңізше көрсететін боламын. Сенімдірек ретінде әрине. Және де келесі видеоларда күтіңіздер, жаңадан сайттар, жаңадан телеграм боттар, және тағы да басқа сол сияқты керекті қызықты ақпараттар, видеолар шығатын болады. Сондықтан да колокольчик басып күтіп жүріңіздер. Ал біз бастаймыз. Достар, қараңыздар, бұл жерде мен сіздерге ақша шығарып көрсетемін. Ал қараңыздар, қалай ақша шығарамыз? Менде қараңыздар нәрсте тұр. Ваш кошелек дегенде 44 рубль тұр. Вывести средства дегенге кіресіздер, неге тұр? Әрине мен пайырды таңдаймын. Және де қараңыздар, ваш кошелек деген бар. Выборетті басам. Сумма қанша бізде? 44-те 46 барлығын шығара берейік. Тым қалмасын, короче. 44-те 46 менің пайыр кошелегімнің несі қандай? Да, жазу керек. Достар, мен сіздерге пайырде қанша ақша бар екен көрсетіп жіберейін. 360 деп тұр. Біздің неде 360 болатын болса, мен қанша 44-те 46 рубль шығарайын деп отырмыз тұрғанда. Енді бұл неде ұстап қалу мүмкін, комиссия бірақ аз. Әрине перевести басамыз. Және күтеміз достар, бұл шамалы уақыт алады әрине. Заявкамыз қабылданды. Заявка выполнена дейді, яғни 22 рубль шығарғанның алтында. Енді 44 рубліміз біздің орындалуда дейді. Яғни орындалуда шамалы күтуіміз керек шыдамдылықпен. Бұл мен ақша шығарғандар. Енді келесі сайтқа өтейік. Бұл шамалы уақыт алады дедім ғой. Егер түскен болса, бізге әрине сообщение болып келетін болады. Және екінші сайт, көптеріңіз білетін шығарсыздар. Бұл сайтты көбісі дұрыс түсінбей жүрген сияқты меніңше. Кошмарин деген сайт, мен айтайын сіздерге, бұл сайттан көп ақша табуға болады. Оны білмеймін енді қалай дұрыс түсінбей жүрсіздер ма, басқаша ма әлде. Енді білмеймін, бірақ негізі бұл сайт ең көп ақша тапқан сайттардың бірі. Өткен қараңыздар, міне қараңыздар. Мен 260 рубльдай, яғни 2000-3000 теңгедей осыдан шығарған. Сонда салғаным бір 50 рубль салғам, қалғанын бәрі сонда өзі. Қазір мен 47 рубль тағы шығарайын деп жатырмын бұл жерден. Меніңше білмеймін, Кошмарин деген сайт өте маған өз ұнады бұл сайт. Достар, барлықтарыңызға ұсынамын, осы сайтқа кіріңіздер, осы сайтты дұрыстап қолданып үйреніңіздер. Достар, бұл сайт туралы да мен айтқанымды, бұл жерде мен ақша шығарам. Бұл сайт туралы да бұл подсказкада төбеде шығады. Ол жақтарыңызда, не сол жақтарыңызда. Кешіріңіздер, сол жерден қараңыздар, сол видеода барлығы айтылған. Соңына дейін көрсеңіздер, өздеріңізге жақсы. Соңына дейін көрсеңіздер, сіздер түсінесіздер, және ешқандай қателік кетпейді. Тура мен сияқты ақша шығарасыздар.
Ал енді сіздерге көрсетейін қалай ақша шығару керек. Вывестиді басамыз. Көргендеріңіздей 47-де 45 рубль бар екен бұда. Мен шығарған ақшаларым баста 1 рубль шығардым, енді одан кейін 8, енді баста тексеру ретінде ғой. Одан кейін 2-де 62, одан кейін 3, одан кейін 18, одан кейін 109 көрдіңіздер ғой. Одан кейін 109, одан кейін міне 116 көрдіңіздер ма? 100 рубльден кәдімгідей шығарамын. Яғни достар, бұл жерде көптеген варианттар бар. Кивиге шығаруға болады, Яндекстенге, енді сіздерде не бар, соның бәріне шығаруға болады. Ал мен өзім Пайырға шығаратын боламын. Сумма қанша? 47 болды. 47-те 45. Солай болу керек, меніңше 47-те 45 беді. 47-те 45 екен, соны шығарамыз Пайырға. Өздерің платежный парольдарыңызды жазыңыздар, менің де өзімдікі, сіздер де өздеріңіздікі, ұмытып қалмаңыздар әрине. Выплатить деген басамыз. Отлично дейді, заявка успешно создана, яғни заявка создана, яғни жасалды. Міне көрдіңіздер ме, 0-0 барлығы шығарылған деп жатыр. Пайыр кошелегімізді қанша теңге аударылды екен. Әрине обновление жасаймыз. Мен көргеніңіздер, көріп тұрсыздар, көздеріңізше 407 болды. Ал енді іштен тексерейік. 47. Достар қараңыздар, 44. Міне. Достар, мен 47 ровно келген екен, 45 яғни ұсталып қалған, ол комиссия ештеңе етпейді. SNM мемлекет Кошмарин Biz деген жаңа бізді. Достар қараңыздар, жаңағын айтып отырын, мынау да түсіп келген. Яғни біздің бірінші сайтымыз ішке шығу керек. Міне түскен 44-460 заявка выполнена, яғни орындалған деген сөз. Сонда бір алып баратқаны көп деп уақытымыз, тіпті мынада тіпті не ұстамағанда комиссия тіпті жоқ бұда. Бұл тіпті қуантады бізді. Көріңіздер достар, барлығы шын, рас, ешқандай алдау жоқ. Көздеріңізше барлығы түсіп келді. Міне тіпті 451 болып отыр уже. 451, яғни жаңа 41 деген. Соңғы келіп түскен жаңағы. Мынау енді келіп жатыр да, жаңа 400 болып отыр еді, енді 451. Достар, көрдіңіздер ғой, барлығы рас. Ал енді мен сіздерге 2 сайт көрсеттім. Енді тағы бір сайт көрсететін боламын сіздерге. Келесі сайтымыз Rubcoin Pro. Барлықтарыңыз білесіздер, бұл сайтты менің көп подписчиктерім бұл сайтты қолданады, осы сайт арқылы ақша табады. Мен сіздерге көрсетейін. Ешқандай да қорқудың керегі жоқ. Бұл жерге ақша салсаңыздар болады, сіздерге ақша шынымен төленеді. Обменять деген басып жіберейік міне. Мінекей 19 рубліміз. Біздің заказат деген басайық. Әрине бұл жерде көп көрдіңіздер ғой, Kiwi бар, WebMoney. Егер мен қаласам WebMoneyға да шығаруға болады, менде WebMoney деген де бар. Мен бірақ әрине Пайырға шығаратын боламын. Пайырға шығарамыз, 19 рубль дейді. Мінекей өзіміздің неміз бұл. Жаңағы Пайыр кошелегіміз. Заказетті басамыз, 19 выплачено дейді, яғни ақша төленді деген сөз. Көрдіңіздер ғой, 0 деп жатыр. 0. Ал енді барып тексерейік. Историяны басамыз. 451 еді. Көрдіңіздер ме? 470 болды. Міне 18 рубль. Шамалы не ұстап қалған екен. Ештеңе етпейді. 18-де 82, яғни шынымен төледі. Және достар, сіздерге мен жаңа ғана 3 сайтты көрсеттім. Және де бұл енді 4-ші сайт. Бетсбанк деп аталады. Көп менің подписчиктерім бәрі бұны білу керек. Бұл жерде ақша тауып жүрген шығар деп үміттенемін, өйткені маған да келіп тұрады отчеттар. Көптеген подписчиктер бұл жерде ақша тауып жүр. Енді сіздерге көрсетейін, ақшаны шығарып көздеріңізше әрине. Бұл жерде қалай, егер бұл видеоны, бұл проектіні білгілеріңіз келсе, толық үйренгілеріңіз келсе, бұл видео жайлы бұл сайт жайлы видео жоғарыда подсказкаға шығатын болады достар. Ал мен сіздерге қазір қалай ақша
шығаруды үйрететін боламын, яғни көрсететін боламын, үйретпеймін ешқандай да, тек қана сіздерге бұл жерде ақшаны шығарып көрсетемін, яғни сену үшін. Ал егер үйренетін болсаңыздар, ана видеоны өтіңіздер, сол видеоны толық көріңіздер. Ал енді біз вывесиді басамыз. Бұл жерде өздеріңіз көргендей Яндекс, Киви, тағы да басқа көптеген нелер бар. Әрине заттап алған шығарсыздар. Пайырға барамыз. Көріп тұрғандарыңыздар өзі шығарып беріп тұрған. 22 000 сереброн, яғни 20 рубль. Мен бұл жерде ақша шығарғанмын, өздеріңіз. Вывеси басамыз. Выплачено. Ақша, яғни түсті деп келіп тұрмаған. Ал тексерейік. Тексерейік достар. Жаңа 477, осыранда 491 болды. Мінекей 20. Бирцбанк деп тұр. Бұл менде екі несі бар, яғни екі аккаунтым бар проектіде. Достар, 4000 вывести. Беріңе пайыр. Вывести басамыз, мекеме ақша шығарған, бұл жерден барлықтан. Достар, мінекей вывесиді басамыз. Және ақша шығарғанын күтеміз. Выплачено дейді. Мінекей. Енді мен тексеремін. 491. Обновлять етеміз. Мінекей, өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой. 530. Достар, мінекей. Ешқандай да алдау жоқ. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Барлығы келіп тұр. Бирцбанк. Мынау да Бирцбанк. Мен сіздерге жаңа 4 проекті көрсеттім. Екеуі екі аккаунттан келді. Соңғы екеуі 20 рубльмен 39. Ал үшінші проекті атаған еді. Рубкоин деген 18 рубль. 44 рубль жаңағы Waveflix деген сайттан, 47. Әрине Кашмарин деген сайттан. Достар, өздеріңіз көріп тұрсыздар ғой, барлығы мен шынымен де интернеттен ақша табамын. 530 рубльім. Есептеп көрейік. 530 рубльім 3000 теңгедей почти. Көріңіздер ғой достар, шынымен де ақша табуға болады. Сондықтан да мен сияқты ақша тапқыларыңыз келсе, әрине осы каналыма тіркеліп, лайк басып, үнемі де активный болып жүріңіздер. Мен сіздерге көптеген осындай видеолар шығаратын боламын. Алдағы уақытта әрине қол тимей жатыр еді, алдыңғыдан бері. Көздеріңіз жеткен шығар, көздеріңізше ақша шығарып көрсеттім. Тағы да сайттар бар, сол сайттардан да көрсететін боламын, қалай ақша шығару керектігін көрсетіп, үйретіп дегенде ғой енді. Сондықтан да достар, каналымнан алыстамаңыздар. Бұл сайттың да және де басқа да алдыңғы сайттардың барлығымен ссылкасын мен описаниеде қалдырамын осы видео астында. Сол арқылы өтіңіздер. Басқа сайттар, басқа жерлерден өтпеңіздер. Енді басқа жерлердегілер бір-біріне ұқсайтын сайттар көп, лохотронға ұшырап қалуыңыз мүмкін. Тек қана сенімді источниктерден өтіңіздер. Әрине менікінен. Сонымен достар, тағы да осындай видеолар, бұдан да көптеген сайттар бар. Соларды егер түсірдесеңіздер, комментарияға жазыңыздар, және де лайкты аямай басыңыздар. Әрине активный болыңыздар, сол кезде көптеген видеолар шығатын болады. Достар, және де тезірек сіздерге ұмытып кетіппін. Сіздерге көп алғысым шексіз. Көптеген подписчик жиналып қалыпты. Мен көп не істемесем де енді бір 500 подписчикке жеткізсек, әрине арман қарай 700, 800, 900, әрине 1000 солай кете береміз. Алла қаласа барлығы сіздердің арқаларыңыз енді бірінші очередте. Алланың арқасы енді екінші кезекте өздеріңіздің арқаларыңыз. Сіздерге алғысым шексіз. Және достар, таныстарыңыз шақыруды ұмытпаңыздар. Және де біз көпке дейін қоштаспаймыз. Енді көп бір аптада жоқ болып кетпеймін, енді шығарып отыратын болам видеолар. Сіздер енді активный болыңыздар. Жақсы достар, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.